Номер 69-шы жалпы орта білім беретін мектептің химия-биология апталығындағы ең рубрикасын бастаймыз. Қазақстандағы ең ұзын өзен ол Есіл өзені. Оның ұзындығы 1779 километрге жетеді. Қазақстан еліндегі ең биік нүкте Тянь-Шань тауындағы Хан Тәңір шыңы. Биіктігі 7010 метр. Қазақстан жер қойнауы ең бай мемлекетке жатады. Оған дәлел бізде химиялық элементтердің барлығының кездесуі. Қазақстанның мал шаруашылығының ең басты саласы қой өсіру. Еліміздегі ең үлкен шөл ол Қызылқұм деп аталады. Оның ауданы 300 000 километр квадрат. Қорғасын өндіруден еліміз әлем бойынша 5-ші орында тұр. Еліміздегі Бұрқанбұлақ сарқырамасы Орта Азияда ең биік сарқырама болып табылады. Оның биіктігі 168 метр. Еліміздің ең үлкен жазық даласы Сарыарқа жазығы, ұзындығы 1200 километр. Қазақстанның ең маңызды табиғи байлығы ол жер. Әлемде жер көлемі бойынша біз 9-шы орындамыз. Қазақстандағы ең бірінші қорық ол Ақсу жабағылы. Ол 1926 жылы құрылған. Оның аумағы 128.118 гектарды құрайды. Елімізде мұнай мен көмірді ең көп өндіретін бас өңірі. Қазақстандағы ең төзімді ағаш тораңғы. Ол шөлде, құмда, сортаңбада өсе береді. Тораңғы ағашының жапырағы 50 градус ыстық шамасында өміршеңдігін сақтайды. Жылқы ең алғашқы рет Қазақстан аумағында үйретілген. Қазақстан көмір өндіретін ең алғашқы 10 елдердің қатарында тұр. Қазақстанда ең терең көл ол Алакөл. Ең көп қорғалжында қорғалжын қолында мекендейді. Олардың саны 15 000 асады. Әлемде ең үлкен көл Каспий теңізі. Ол біздің елде. Ауданы 390 километр квадрат. Қазақстан уран өндіру бойынша дүние жүзінде ең бірінші орында тұр және жылына 17.800 тонна уран өндіріледі. Қазақстандағы ең үлкен көл Балқаш көлі. Оның ауданы 18.583 километр куб.